Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Қараңдаршы, қандай Бүгін сіздерге осындай үй арқылы қысқа мультиктерді қалай жасау керектігін үйрететін боламын. Ол үшін ең алдымен Google сайтына кіріп, ChatGPT концепт деген жасаймыз. Өзіміздің білетін ChatGPT-ге ең алдымен суретімізді жасап аламыз. Ол үшін сізге қандай сурет керек, ол сурет не істеп тұру керек, соның барлығын детально жазып аламыз ChatGPT-ге. Мысалға, Айжан 3 шарт ұстайды, қызыл, көк, сары, сарылар айналып жүреді деген сияқты кішкене өзіңіз сценарий құрып жазып аласыз. Болмаса ChatGPT-ге жазсаңыз, ол сізге сценарий жазып береді. YouTube форматта десеңіз, осылай YouTube-тың форматында, көлемін YouTube форматта жасап береді. Қазақы күйінде қалай қыз не істеу керек, соның барлығын жазсаңыздар, осылай сурет жасап береді. Ең алдымен теп-тегін кәдімгі өзіміздің ChatGPT-де жасалады. Енді осы суретке жан бітіреміз, яғни суретті жандандырамыз. Ол үшін тағы да осы Google сайтында осы Picverse деп жазамыз. Мына жерде көріп тұрма, Picverse деп жазамыз. Бұл да тегін сайт, Picverse деп іздесеңіздер шығады. Google аккаунт арқылы тіркелу керек. Өздеріңіздің Google аккаунттарыңызды жасаңыздар, бірден кіретін болады. Мына видео дегенде тұру керек, оған бір қараймыз, және мына жерде мындай изображение плюстың суреті тұрады. Шаларым. Қараң әдемі. Сары күн қандай әдемі. Дауыс қосуға болады, суретті қалай не істеп тұр, суретке өзіңіз осылай жасасын, қолын созсын, күнге қарасын, шарды ұстасын деген сияқты нәрселерді өзіңіз жаза берсеңіздер болады. Міне астына қарасаңыздар, мына жерде галереяның және плюстің суреті тұр. Осы плюсті бассаңыздар, сіздердің сақтап қойған суреттеріңіз шығады. Мысалға, мен қазір мына бұл көк түс деген суретті аламын. Подтвердить. Және мен мына жерге жазамыз. Қыз күліп, көбелекке қарайды және аспанға қарайды деген сияқты. Орысша жазу керек. Түсінбесеңіздер, мысалға, мен сияқты былай қасына переводчик қосып, қазақшадан орысшаға аударып, қатесіз болсын десеңіздер, осылай көшіріп аласыз, копировать ставить етсеңіздер болады. Және айтады деймін. Бұл көк аспан мен көбелек деп айтқызамыз, мысалы, қызға. Және мына жерде создать дегенді басамыз. Бұны бір айта кететіні, бұл сайтта күніне 3 қана видео жасауға болады. Тегін мына жерде найзағайдың суреті тұр ғой, осы жерде сіздерге бонустар береді. Осы бонустарыңыз таусылғанша ғана жасай аласыздар. Күніне мысалы осындай подаркалар беріп тұрады, 60 бонус деген сияқты, 70 деген сияқты. Бір күнде тек 3 қана видео жасай аласыз. Мына көкті жасаймыз қазір. Создать десеңіздер. Мына Focherity деп ойланып жатыр, процент жүр. Осы толғаннан кейін осындай фильм шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап, жазып кетіңіздер. Сіздерге пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Қазір видеомыз дайын болады, сосын тағы көрсетемін. Қараңдаршы, менің шаларым. Бұны сақтау үшін. Қараңдаршы, менің шаларым. Сол сақтау компьютеріңізге сақталады. Бұл көк аспан мен көбелек. Бұл көк аспан мен көбелек. Не біз жаңа жасаған не? Бұл көк аспан мен көбелек. Скачать десең. Бұл көк аспан мен көбелек. Бұл скачать дегенді бассаңыз, міне сіздің загрузкеңізге келіп, мына жақтан түсіп жатыр. Видео осылай жасалады, ол оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Үйреніп алсаңыздар болады. Және айтатыны, тек
5 секундтық қана видеолар жасалады. Соған қарай сөздеріңізді де солай дайындайсыздар. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Үйренсеңіздер, видео пайдалы болса, пікір жазып, қолдап кетіңіздер. Каналыма тіркеліңіздер.